Қайырлы күн оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді восточный пирог дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға ұн және де 1 шай қасық қопсытқышымды салып араластырып аламын. Келесі кезекте тоңазытқышта қатып тұрған сары майымды өткішпен өткізіп аламын және де қолмен уатып аламын. Содан соң 1 жұмыртқан сарысы, шым тұз және де 2 ас қасық қаймақты қосып, жұмсақ қамыр илеп шығамын. Илеп алған қамырымды 2 бөлікке бөліп аламын. Біреуін үлкен және де кіші бөлікке. Үлкен бөлігін оқтаудың көмегімен жайып, қалыпқа жақсылап орналастырып аламын. Қамырымды қалыпқа бір тегіс етіп орналастырып алған соң шанышқан ізін қалдырып шығамын және де алдын ала ұсақтап турап алған өрік және де грек жаңғағын салып жақсылап араластырып аламын. Келесі кезекте меренгімді дайындап алу үшін жұмыртқаның ақуызын және де шым тұзымды алдымен миксердің жай жылдамдығынан бастап көпіртіп миксерлеп аламын. Және де жаймен қантымды сала отырып аппақ болып көпіргенше ыдыс төңкергенде түспейтіндей масса дайындап аламын. Содан соң қамырымның екінші бөлігін оқтаудың көмегімен жайып дайындап аламын. Қамырымды жақсылап дайындап алған соң бір шетіне алып қоямын және де жаңағы салып алған салмамның үстіне меренгалық массамды бір тегіс етіп құйып аламын. Және де жақсылап тегістеп орналастырып шығатын боламын. Меренгімді жақсылап тегістеп орналастырып алған соң үстіне қамырымды жайып аламын. Және де қамырымды осылай әдемілеп салып шығатын боламын. Содан соң қамырымды айналасын бекітіп, екеуін бір-біріне жабыстырып шығамын. Содан соң қамырымның бетіне жұмыртқаның сары уызын және де әдемілігі үшін макты сеуіп шығатын боламын. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне восточный пирогымыз да дайын болды. Қамыры өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы рецептімен жасап көріп, менің каналыма тіркеліп және де лайк басуды ұмытпаңыздар.